Ұзынағаш бізді күт, біз саған қарай бара жатыр. Километр дейді. Біз Қарасай ауданынан шығамыз қазір. 30 минуттай жүретінбіз. Менен де шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан ұрғып өтемін заңғарлар таттап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан дәппәп. Менен де шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан ұрғып өтемін заңғарлар таттап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан дәппәп. Ассалаумағалейкум ардақтаған қалдарыңыз қалай? Біздің каналға тағы да қош келдіңіздер. Бүгін біз Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылындамыз. 1934 жылы бұл аудан құрылған. Жалпы 2019 жылғы деректерге сүйенетін болсақ, 166 мың тұрғыны бар. Ал Ұзынағаш ауылында болса, шамамен 35 мыңға жуық тұрғын тұрады екен. Ардақтаған негізінде интернетте ақпарат болмағаннан кейін осылай халықтан сұрап көрейік қазір. Хотя бы топ 3 жер, қай жерге баруға болады, қай жер қызық дегендей. Ұзынағашта есте қалу үшін 3 жерге баратын болсақ, қай жерге бару керек? Мына памятник бар, Кіребестеге бар, сосын мына Арбат бар, осылар ғана бар. Ұзынағаштың базарына бар көріңіз. Так, мына жабық базар деген е? Аха. Мал базары бар, иә. Мен сізді ана горкаға апарар едім, қыста болса. Жотаға балалар сырғанайтын жерге. Мысалы музей Жамбылға апарар едім, музейге. Жамбыл музейде бар, ескерткіш сол жерде бар, мысалы демалатын жерлері бар. Ынтымақты бассейн бар, демалатын жастар үшін мысалы. Демалып, жазда да қыста да жұмыс істейді ол жерде. Жылға мініп ары беріп жүресің, ипподром бар. Тамақ ішетін міне ресторандар, қалатын ресторан бар, Ұзынағаш ресторан. Ең дерзкий ресторан қайсысы? Ең дерзкий міне Ұзынағаш бар. Ана жерде бар Али Баба деген. Подле Акимата еще есть. Вот осы жер міне Қарасай памятник. Мүмкіндік болса, тауға шығуға болады. Қарғаң тауы бар. 3 места это базар. Как он вот в базаре мы сейчас? Дальше? И в музее Жамбыл, да? Қарақастек или? Карагастек и в музей Жамбыла. И потом, не знаю даже. Білмеймін, андай сырғанақ қалып бару керек Қай шығар. жерде ол сырғанақ? Қайназар жақта. Каток бар, мына Ұзынағаштан шыға бересіздер. Тамақ ішеміз десеңіздер, мына Айзер бар, Бәйтерек бар. Жақсы тамақ ішетін жерлер. Қонақ үйлер бар, қонып кетсеңіздер. Ұзынағаш гостиницасы бар. Сол Ұзынағаш гостиницасының алдында Дом культура дейді, Қарасай батырдың ескерткіші бар. Сол жерлерге суретке түсуге болады. И мына оңға қарай шыға берсе жаңа құрылыс бар. Жаңа құрылыстың оңға қарай кеткеніңізде батырлар бар. Сол жерлерде суретке түсуге болады. Жамбыл атаның музейі бар. Карагастекте Сүйінбай атаның музейі бар. Жоғары жағында жаңа бейіті бар, күмбезі бар. Арбат паркке сосын мына жердегі. Тоспа деген жер бар, каток. Әр қалада өзінің чупа-чупсы бар. Ұзынағаш ауылындағы чупа-чупс алдарыңызда тұр. Жан-жағында Қазпочта, Қазақтелеком және ең маңыздысы қазір біз жабық базарға барамыз. Қалай енді бұрынғы базар мен осы базардың несі қалай? Ерекшелігі? Бұл базардың салынғанына 1 жылдай уақыт болды. Бұл базар өте қолайлы адамдарға, жылы. Бір емес 2 этаж, үстіңгі этаждарында киім-кешек, ал бірінші этажында осындай ұсақ түйек заттар. Базар өте жақсы, ыңғайлы, сапалы дүние. Міне Ұзынағаштың бір керемет жерлерінің бірі намаз оқу үшін жаңа бір мешіт салынған сияқты. Жолдың бойында ыңғайлы, үшін келіп көріңіздер. Ұлтану болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқынның, пейлі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның, шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылма. Негізі ошаға келулердің негізгі себебі мынау. Күн басты адамды көру үшін. Не дейміз енді? Сөзге келейміз, журналист емеспіз қатты. Бірақ қызық, келсеңіздер болады. Келіп, бала-шағаларымызға әсіресе мынау ежелгі Қазақстан тарихын оқып жатқан, үйреніп жатқан сыныптарға бұл өте пайдалы болады деп ойлаймын.
қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Жұлдызын жисаң ғаламның, жұпары қымбат даламның, найза бөбізім кетермен, намысы үшін бабамның. Мен қазақтың ұлымын, құндылығымның нәрмен, ауылым қымбат жанымен, байлығын тоса басқалар, бауырым қымбат бәрінен. Мен қазақтың ұлымын, елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын. Ұзынағашта жалпы Жамбыл ауданында, жалпы Алматы облысында ең ірі мал базар осы Ұзынағаштағы мал базар деп айтсақ болады. Бұл жерде қой, тауық, ірі қара, жылқы, не керек бәрін табасыз. Негізгі жұмыс істейтін уақыты сенбі күні кешке қарай басталады, автобус сатулар. Егер түнде келіп мал танитын болсаңыздар, арзан бағада, ыңғайлы, қолайлы бағада аласыздар. Ал егер жексенбі күні бүкіл халықпен бірге сауданы көрем, қызығын татам дейтін болсаңыздар, тек жексенбі келесіздер. Азанғы сағат 8-ден бастап түскі 2-ге дейін өзіңіз керек малды таңдасаңыздар болады. Базарға келу арқылы нарықта қандай құсқа немесе жануарға сұраныс бар екенін біле аласыздар. Одан бөлек тегін мастер-класс, ақыл кеңес аласыздар. Міндетті түрде Ұзынағашқа, Жамбыл ауданына келген кезде мал базарын көрмей кетпеңіздер. Ал міне Жамбыл ауданының ең маңызды бір кесенесі ол Жамбыл ауылында орналасқан Жамбыл атамызға арналған мұражай. Біз қазір ішіне кіріп тағы да толық ақпарат береміз, бірақ бұл ауылдың өзінің тазалығы, туристерге деген қонақжайлығы 100% десек болады, тіпті 150%. Әсіресе ескі үйлерді көргеннің өзінде біраз қалай екен, 19 ғасырға как будто түсіп кеткендей боласыз. 19-20 ғасырға. Жамбыл мұражайы Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылында орналасқан тарихи және мәдени мекеме. Қазақстан үкіметінің шешімімен қазақ халқының ұлы ақыны Жамбыл Жабаев тұрған үйде 1946 жылы ұйымдастырылды. Яғни артымызда тұрған жер ол кезінде осы жерде Жамбыл атамыздың үйі болған. Бақтың арасында 1946 жылы салынған кесене тұр. Кесене 1970 және 1996 жылдары қайта жөнделіп, ақ мәрмәрмен қапталған. Кесененің дәл ортасында ұлы жыршыға құлпытас қойылған, ақын денесі осында жерленген. Бір ғасыр өмір кешкен ұлы таланттың туып өскен мекені қазақстандықтардың зиярат ететін қасиетті орындардың біріне айналды. Ардақты ағайын, бұл музейді көрдік. Енді ішінде көптеген моменттерді видеоға түсіру мүмкін емес, енді түсірмей қойыңыздар деген бір нелері бар, ұсыныстары. Кіру билеті 250 теңге, бірақ кіріп тарихыңызға үңілесіз ғой. Жаңа көрсеткендей ма, екі үлкен ағаш бар ғой. Сол Жамбыл атаның шынымен де бала кезінде егілген ағаштар еді. Осы видеодан кейін бірден өшіріп тастамаңыздар, себебі біз сіздерге қалай котлетті пісіру керек екенін айтып көрсететін боламыз. Негізінен көп адамдар айтып жатыр ғой, каток деп. Байқауым бойынша Ұзынағашта жалпы Жамбыл ауданында өте көп жоталар бар. Соның әрбірін қар жауғаннан кейін катокқа пайдалануға болады.
Қайназар атаның басына келдік. Бұл да бір ескерткіш, естелік келіп, тұрған бағыштап кетсеңіздер болады. Мінеке ардақтағайын, тауда немамен жүргенге не жетсін. Просто көбірек кофе алып алу керек та. Ұзынағашында бір керемет тауларына келдік. Көріп тұрғандарыңыздай әлемдемеген әлек дегендей. Нива жақсы машина, просто мен дұрыс водитель емеспін да. Тауға шыға алмадық. Бірақ осы жерде Құдай қаласа қазір әдемілеп сіздерге біз котлет пісіретін боламыз. Негізгі жейтін еттерің анау айдалады ақ отау бариста кофеге рахмет. Нефтем мақала, бірақ рахмет шынымен де. Негізінде мынау котлет, ол менің фирменім емес. Любой ұнаған специяңыз қосасыздар, бірақ көбінесе кафелерде, сосын үйде біз өзіміз үйреншік жасаған кезде нан қосамыз. Бірақ мен нанның орнына жұмыртқа қосам. Где-то 1 килограммға 1,2, 1,3 жұмыртқа қосып араластырамыз, керемет қып. Тұзын, бұрышын өзіңіздің ұнағаныңызға қарай. Жұмыртқа не үшін? Бөлініп кетпеу үшін. Кезінде менде нанды қолданатын, бірақ нанды қолдан кез тойымды болып кетеді да, сонымен дәмі де кетіп қалады. Мінеке ардақтағайын, біздің котлетте дайын болды. Міндетті түрде пікірін қалдыр, ұнаса да, ұнамаса да дизлайк, лайкыңды бас, аяма. Ал біз тамақтанайық. Кеттік, бәрін таста жобасы осымен Ұзынағаш ауылында түсіріп бітірді. Егер біз көрсетпеген жерлер болатын болса, міндетті түрде пікірде қалдыр, достармен бөліс. Осы жолы біз котлет пісірдік. Келесі жолы не пісірейік? Ал енді келесі аудан қай ауданнан бастайық? Қай жер түсірейік? Қай жер сендерге қызықтырақ? Кім көбірек лайк жинайтын болса, сол ауылдан бастаймыз. Ал Ұзынағаш өсіп, өркендей бер. Осымен семен қатты қоштасқымыз келмейді, өте керемет аудан екенсіңдер. Құдай қаласа тағы да келеміз деген үміттеміз. Аман бол.